Шардара ауданының орталығы Шардара қаласын толыққанды сапалы таза ауыз сумен қамтуға мүмкіндік беретін маңызды жоба құрылысы биыл жазда толық аяқталып іске қосылады деп күтіліп отыр. Нәтижесінде 30 мыңнан асатын Шардара қаласының тұрғындары толықтай сапалы әрі таза ауыз су тұтынатын болады. Шардара топтық су құбыры жобасы бойынша таза су аудан орталығынан 40 шақырымға жуық қашықтықтағы Тама Тастанбек жерасты су қоры учаскесінен тартылуда. Құрылысқа тапсырыс беруші аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі болса, су жүйелерін жүргізу жұмыстарын Алтын Констракшн мердігер мекемесі жүзеге асырып отыр. Мұндағы жаңадан тартылуы тиіс су құбырының жалпы ұзындығы 39-да 2 шақырымды құраса, бүгінде соның 30 шақырымы жүргізіліп үлгерген. Жобаның конкурс құны қазір 16-да 5 миллиард теңгені құрайды. Мердігер Алтын Констракшн жшс, техникалық қадағалаушы Тұран құрылыс, авторлық қадағалаушы МКК проект жшс. Жалпы жоба бойынша Шардара қаласын ауыз сумен толық қамтамасыз ету қарастырылған. Су көзі ретінде Тама Тастанбек жерасты су қорларының Тама құдығынан су тарту көзделген. Ол құдық осы артымыздағы құмның ішінде 40 шақырымда орналасқан. Жоба бойынша 39-да 2 шақырым су құбыры тартылатын болады. Бүгінгі күнге 30 шақырымы тартылып тұр. Одан бөлек 4 резервуардың құрылысы қарастырылған. Ол 4 резервуарында құрылысы қазір 80-90%-ға аяқталып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай обваловка жұмыстарын жасаса, сонымен дайын болады олда. Сапа жобаға сәйкес құрылыс нормалары сақталып жасалып жатыр жұмыстар. Нәтижесінде Шардара қаласының тұрғындарын 100% таза сапалы ауыз сумен қамтылу көзделген осы жобаның аясында. Бұған дейін өздеріңізге белгілі, Шардара қаласына ауыз су Шардара су қоймасының ашық су көздерінен беріліп отырған болатын. Енді ол судың сапасы тікелей осы Шардара су қоймасындағы суға байланысты болып келген осы күнге дейін. Енді мынау жерасты су қорларын пайдаланатын боламыз. Тама құдығынан тартылатын. Құрылыс жұмыстарын осы ағымдағы жылдың екінші жарты жылдығында пайдалануға қабылдап алып, іске қосамыз деп жоспарлап жатырмыз. Бүгінгі таңға қазір 70%-дан астам құрылыс жұмыстары аяқталып отыр. Су тіршілік көзі, сондықтан халыққа сапалы ауыз су беру, экономика салаларын су ресурстарымен қамтамасыз ету еліміздің алдында тұрған стратегиялық маңызы бар міндеттер саналады. Сондықтан Шардара ауданында жүзеге асырылып жатқан осы бір маңызды жобаның құрылыс барысы облыс әкімі мен аудан басшысы Арман Романұлы Қарсыбаевтың жіті бақылауында тұр. Ал құрылыс жұмыстарының сапасына да басымдық беріліп отырғандығын жеткізген мердігер мекеме өкілдері тапсырылған нысанды 7 жыл кепілдік мерзімде ұстайды. Яғни